Шерфініз қайырлы olsun, эфирде заман. Бүгін Қырмыжғалынан 55-ші күні студияда сілернімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Қырымда Украин фальжысы ве қайнанасыны ФСБ евлерінде кечірген тінтеуден сон іштен бошаталар. Кечкен авто январының 12-сінде Украин Медениет мерkezінің фальжысы Андрей Виноградовның евінде тинті фоткерілгендір. Виноградов хусуси шіркетте чалыша қайнанасы Наталья Харченко Ермайы шіркетінде муасебеджі. Оларақ чалышмақтадыр. Іште оларға өзестегінен іштен бошалмасыны теклиф еткенлер. Наталья Харченконы ФСБ экстремизмде шеклей. Чеченистанда Яровая пакеті esasында бірінші жинайы іш açылған. Бұақта Жұмхуриятын прокуратурасы білдіре. Таққатының мәліметіне көре Чеченистан сакені досты Сурия женкіне кетмеге істегенini біліп, органларға чақмағанында қабатлана. Шымды еркек кішіні бір елға қадар азатлықтан марум ете білейлер. Яровая теклиф еткен қанун пакетінің Русия президенті кечкен сене язда имзалаған еді. Оңа көре терроризм ве экстремизм үшін месулетлік арттырыла ве акиметке чақмағанлар жазалана біле. Русияның Мордовия Жұмхуриятында хиджаб таққан татар оджаве талебелеріні экстремизмде шеклейлер. Тасил әзірлігі қадынларға ялуқларыны чықарып чалышмаға еда іш еріні бошатмаларыны талап ете. Бізде Русия демократик мемлекеті. Мен өз баламы істегенім кібі тербиелей білем. Одаларда sıfırдан ашағы 7 дереже суық олғанда да біз чалыштық. Айлықны есе рақынен береділер. Біз оны чөплікке ташлап ішімізні девам еттірдік. Қазір яулықларға бейленелер. Баштарымыздан яулықларны салдыралар. Яда лядені урбаве баш киімсіз чалышасыныз, яда іш еріңізні бошатасыныз. Біз есе кадрларны яңылатажамыз. Қырымда нефақатчылар коммуналь төлевлеріне фиятлар көтерілгені үшін шикайет етелер. Январның бірінден башлап газ, ышық ве су фияты 10-15%-ға артқандыр. Қырым Русия тарафындан ишғал етілген вақыт, ишғалжілер Қырым сакинлері үшін аман-аман ерішей бедава олажағыны ишандырған еділер. Ләкин ярым елдан сон фиятлар да 10-15%-ға арттырылажақ. Ишғалжілер фиятларына Русия территориясында олған фиятларнен бір севиеге кетірмеге істей. На пенсию я прожить Пенсияма күн көріп оламайым, ярысыны коммуналь төлевлеріне берем. Ең аз 3.000 төлейім. Пенсиямы се 8.000. 5.000-ге яшамақ мүмкін мі? Жоқ, мен дәулет үшінем. Получается 3000. 3.000 масраф етем. Нефақаджи үшін бұл аз дегел. Тарифы очень завышенные. Очень завышенные тарифы. Я не знаю, Тарифлер юксек, пек юксек. Мен білмейм, кім оларны ішлеп чықара, таздықлай, сакинлер төлеп олажақ мы, яшайышна пара етежек мы, оларны мерақландырмай. И как люди это смогут ли оплачивать, это их не интересует. Медведев говорил о том, что льготы есть. Медведев айтқанна көре 70-80 яштан сон имтиязлар бар екен. Бұкынге есе ичбір ендірім жоқ, маңа төлеп бұтылей келді. Мен пенсионерім, не айта жақларына беклеп отырам. Это я пенсионер, ну сижу, жду, когда мне что-то скажут. Мне кажется, для всех сейчас накладно. Шымды еркеске қиын. Мен білесем шымды тек, да өлмеген арбелерге қолайдыр. Живут, не умерли еще. Ахмеджетте сеферге шыққан 10 санлы троллейбус яны башлаған вақия бүгін саба юзберген. Елжыларнен толы троллейбус дұрақтан елға шыққан малде салонында патлав юзберген салонына кескін тұтын қаплап алған. Қазаланғанлар yok айдавжы елжыларны нақлиеден шығарып етіштірген. Так, горит троллейбус. Троллейбус яна, елжылар шықалар. Пассажиры выходят. Троллейбус взорвался. Троллейбус патлады, ичі тұтын толды, сасы. Воняет. Вот так. Вот такие вот они. Яңы троллейбуслар бойледір. Истанбулда яңы ел гежесі Рейна клубына етілген ұжымда шекленген инсан яқаланғандыр. О Истанбул живарындаки шерде сақлана екен. Ұжымда 28 яшында олған Өзбекстан ватандашы Абдулқадыр Машарипов шекленеді. Жинайет япылған гежесі полиция оны яқалап етіштірмеген. Яңы ел гежесі селялы шақыз геже клубына кіріп атеш ашқан клубта 700-ге яқын инсан бар екен. 39-ы еляк олған онларынан қазаланған.
Қырымға шидетлі еллер келе февкуляден азерлігі 2 күнге фуртуна хафыны илан еткен. Январының 17-18 күнлері шымали шарқы ел санейді 25 метрге қадар есежегі тахмин етілі. Құртаржылар бұл күнлері мұқайтылмаға тепсі етелер. Авты даваманда қарве яғмұрда яға біле. Бұл сонки хаберіміз әдепіңізге қайырлы күнлер тілейм. Дайыма бізлі олыңыз қорышкенже.